Жер бетіндегі адамдар барлығымыз, 8 миллиард адам бар ма? Біз барлығымыз жер бетінде не істеп жүрміз? Біздің міндетіміз бір-бірімізге сабақ болу, бір-бірімізге әйтеуір бір қылықтарымызбен сабақ көрсету. Сабақ дегеніміз біреуі жағымсыз қылықтармен сабақ береді. Егер сіз жағымсыз біреудің іс-әрекетін көрсеңіз, ой, мынау маған сабақ болды, мына көргенім дұрыс болды, мен бұны жасамаймын деген сіз өзіңізге сабақ аласыз. Егер біреу сізге жол көрсететін болса, мынаның айтқаны дұрыс екен, дұрыс айтып жатыр, менің өмірімде осы іс-әрекетті, осы жаттығуды қолданайыншы, осы практиканы қолданайын, мына кісінің айтқаны дұрыс болды деген секілді сабақ аласыз. Яғни адам жағымды да жағымсыз ақпарат арқылы жер бетіндегі адамдардың барлығы бір-біріне сабақ беру үшін жаралған. Тіпті сіздің алысқа бармай ақ қой, көлемді айтпай ақ қой, отбасыңызды айтайын. Отбасыңыздың ішінде де сізді